келіп тоқтаған кезде майдың иісі шығады, күйген майдың иісі. Основном осындай мотор косой орналасқан машиналарда. Бұның бірден бір себебі қазір BMW F10-тің мысалында көрсетіп отырмын. Бұл 112 Mercedes, 113 Mercedes, Toyotаларда кімде былай машина былай тұрса, мотор кімде бүйтіп косой тұр, соларда болады. Бұл мына жердің прокладкасы кебеді. Сөйтеді, прокладка ұстамайды, прокладканың астынан глушительге ағады, келіп тоқтаған кезде иіс шығады. F10 прокладка қатып қалған. Родной прокладкасы. Бұл прокладка под замен, на екеуі под замен. В общем, комплектінде жүретін, 1, 2, 3, 4 прокладка жүреді, и бір сальник жүреді комплектісінде. Ол бізде мына прокладкалар. Номер. Так, прокладка 16 000 теңге болды. Оригинал Victor Rins. Мотор N20. Крышканы шешудің жолы. Мынақта фишкалар, форсунка мен катушкалар. Так, ТНВД-нікі. Ар жағындағы задний 2 фишканыкі. Мынақта тағы бір фишкалар, бәрі суырылады. Значит, рампа тұрады. Рампа алынады, в общем. ТНВД алынады. Мына рампа. Мына ТНВД. Үстіп алынады. Насос высокого давления. Вакуумный насос. Мынаның мойнында тағы бір сальник болады. Ол сальник мына ремкомплектісімен жүреді, вакуумный насостың. В общем, шешілетіні. Форсунка алынады, штекерлер босатылады. Насос шешіледі. Артында 3 құлақта тұрады. И торкспен қатады. Сөйтіп, мына жерде екеуі шешіледі. Сол кезде мынау алынады. Так, топливный насос мына жерден шешіледі. И крышка айналдыра 18 ба, сондай болт. Мынандай болттар болады. Торкс. Ешка головка. Так, ключ Е10. Мындай звездочка болады. Сондағысы, в общем, крышканы аласыздар, жуып тазалап, прокладкасын ауыстырасыздар. Вакуум насостың сальник ауысады. Үстеді қайтадан орнына жиналады. Сұрақтарыңыз болса, жаза берсеңіздер болады. Бұл транзитный машина. Әлі номер алынған жоқ. Бұл Mercedes 112 мотор. Жаңа айтып кеттім ғой. 112, 113-терде головка косой. Оларда болезнь. BMW-ның көбісінде болезнь. Осындай прокладкадан жібереді, глушительге тамады. Toyota основном Трес мысалға. Трес FE. 10-да косой тұрады. Ол да үстіне алады. Прокладкадан жібереді. Иіс ұрады. Прокладкадан жіберу себебі біріншіден прокладканың өзі жарамай қалады. Пісіп қалады, былай айтқанда. Екінші, сапун бітелген кезде басталады. Сапун бітеледі, сол кезде прокладкадан ата бастайды. Енді прям қатты бітеліп қалатын болса, шуптан атады. Жалпы осы
шешуге арысымен бір сағат уақыт кетеді. Жинауға тағы да бір сағат уақыт кетсін. Уақыттың бәрі жуып тазалаумен кетеді ғой жалпы. Майдалап крышканы жуасың, оны кептіресің, мынаның бетін барлығын жуып обезжиривать етіп шығарасың полностью. Крышкасы. Мына жерінде айтпақшы, екі распредвалдың датчигі бар. Ол мынандай болады. Меткасы ештеңкесі жоқ, просто мынау шешіледі, бүйтіп тастай саласың болып, шешудің де қажеті жоқ. Мынау екінші шатыр. Сұрақтарыңыз болса айтып жаза бересіздер. Негізі ютубқа көп кіре бермеймін. TikTok, Instagram основной отыратын жерім.